Өлім, ешкім қашып құтыла алмайтын өмірдің соңы. Өлім жайлы ойлағанда денеміз түршігіп, көңіл күйіміз түсетіні анық. Дегенмен осы өлімді Құдайға айналдырып, оған табынатын ұлттар да бар. Ендеше бүгінгі шығарылымда біз Мексика жайлы, халқының әдет-ғұрыптары мен сұмдық дәстүрлері жайлы сөз қозғаймыз. Неліктен Мексикада өлімге табынады? Өлгендер күні мерекесі қандай мақсатта тойланады? Майя тайпасы мен ацтектердің қазіргі ұрпақтары қандай? Мексикалықтар неге құмырсқа, өрмекші, шегіртке мен улы шаяндарды жейді? Өлім мейрамы қалай тойланады? Және оның шығу тарихы қандай деген сұрақтарға да жауап береміз. Hola amigos, құрметті көрермен. Әні міне деп жүрген кезде біздің арна 300 мың көрерменге де жетті. Сол үшін сіздерге рахмет айтамын. Менің әрбір жаңадан шығарған деректі фильмдеріме қолдау көрсетіп, лүпіл басып, пікір жазып, жалпы қазақ тілді контенттің дамуына атсалысып жүрген әрбіріңізге шын жүректен алғыс айтамын. Ал егерде сіздер бұл арнаға жаңадан тап болған болсаңыздар, онда астындағы тіркелу батырмасын басып, қоңыраушаны іске қосып қойыңыздар. Осылайша сіздер болашақта шығатын осы тектес қызықты деректерді назардан тыс қалдырмайтын боласыздар. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілей отырып, бейнемізді бастаймыз. Ал бұл Мексика жайлы ең қызықты деректер топтамасы. Мексика солтүстік Американың оңтүстігінде орналасқан. Солтүстігінде ақш-пен, ал оңтүстігінде Гуатемала және Белиз мемлекеттерімен шектеседі. Мексиканың ресми атауы Мексика құрама штаттары. Мексика 31 штаттан құралған. Астанасы Мехико. Барлық штаттардың өзіндік заңдары бар. Мысалы, бір штаттарда көлік салығы жоқ. Енді бірінде жергілікті тұрғындарды таспаға түсіруге тыйым салынады. 120 миллионнан астам халқы бар Мексика әлемдегі ең көп қоныстанған елдер тізімінде 11-ші орында. Мексикалықтардың 40%-дан астамы кедейлікте өмір сүреді. Халықтың шамамен 30%-ы орташа кедейлікте, ал 9%-ы өте кедей өмір сүреді. Сөйте тұра 2010-2013 жылдар аралығында Forbes журналы бойынша әлемдегі ең бай адам мексикалық Карлос Слим атанды. Халықтың ең кедей адамдары ауылдарда, шөп шалаңнан жасалған үйлерде тұрады және гамактарда ұйықтайды. Олар тамақтарын отқа пісіреді және егіншілікпен айналысады. Қазіргі мексикалықтардың қаны көне заманда осы аймақта мекен еткен алмектер, талмектер, изапатектер, майялықтар, ацтектер, инктер, тіпті француздар, испандықтар және африкалықтардың қанымен араласқан. Мексикада 67 жергілікті үндіс тілі бар, ал 5 миллионға жуық халық мүлдем испан тілін білмейді. Айта кету керек, Мексикада испан тілі мемлекеттік тіл болып табылады. Бастапқыда қазіргі Мексика аумағында американдық тайпалар өмір сүрген. Оның ішінде иероглифтік жазуды, күнтізбені және үлкен пирамидаларды жасаған майя тайпалары да бар. Бірақ 14-ші ғасырда испандықтар келіп, олардың жерлерін басып алды. 300 жыл бойы Мексика испандық колония болды және 1821 жылы тәуелсіздігін алды. ақш-пен соғыста жеңілгеннен кейін Мексика қазіргі Техас, Жаңа Мексика, Аризона, Юта, Невада және Калифорния штаттарынан айырылды. Бұл штаттардың бір кездері мексикалық болғанын олардың қалаларының атауынан білуге болады. Сан-Диего, Сан-Антонио, Сакраменто және басқалары. Осы соғыстың нәтижесінде Мексика өз аумағының 55%-ын жоғалтты. Қазір Мексика мен ақш-тың арасындағы шекара әлемдегі екінші ең ұзын шекара. Міне осы шекара арқылы жылына Мексикадан Америкаға 350 миллион адам өтеді. Ал оның 500 мыңы заңсыз мигранттар. Көптеген мексикалықтар ақш-қа қоныс аударуға тырысады. Себебі Америкада табыс жоғары. Мұнда мексикалықтар 32 миллион адамнан тұратын екінші этникалық топ. Олардың көпшілігі елге заңсыз кіргендер. Мексикалықтар өте көңілді халық. Әдетте олардың үлкен отбасылары бар. Бір жұп үшін 5 бала деген қалыпты жағдай. Олар өздерінің көптеген достарымен, туысқандарымен жиналып, көңілді отырыстарды ұйымдастырғанды ұнатады. Көп ән айтады және билейді. Сальсо, самбо, румба. Мексика мәдениеті майя үндістері мен ацтектердің дәстүрінен қалыптасты. Мексикалық музыка, би және көптеген рәсімдер дәл сол майялықтардың өркениетінен туындаған. Мексика азаматтарының 32%-ы семіздіктен зардап шегеді. Бұл әлем бойынша ең жоғарғы көрсеткіштердің бірі. Жалпы Мексикада семіздіктен өлетіндердің саны қылмыстан өлетіндерден де көп. Ендеше осыншама семіздікке алып келетін мексикалықтардың асханасымен танысып көрейік. Мексикалық тағамдар бұл ең алдымен жүгері, бұршақ, авокадо және сұмдық ащы бұрыш. Мексикалықтар ащы бұрышты жақсы көретіні сонша, тіпті оларды жеу үшін жарыс өткізеді.
Дайын эмес адам үчүн бул өлүм менен аякталууы мүмкүн. Буррито, quesadilla, fajita, tacos, nachos. Бул тагамдар бүкүл элемге таанымал. Сөйте тура мында кумурскалардын, шаяндардын, өрмекчилердин кептирилген түрү көчөлөрдө сатылады. Жергиликтүү үндүс тайпалары жылан, кесиртке жана башка экзотикалык жаныбарларды жейди. Мексика чөлдөрүндө көп кездесетін кактус да асқанадан өз орнун тапкан. Мексикалык үндүстөрдүн аргаталары, ягни майя тайпалары ит этин ерекше жакшы көрдү. Бул үрдүс азыркы үндүстөр арасында да сакталган. Куурулган чегирткелер көчө бойларында семишке секилде сатылады. Оны арнайы ашчы соуска батырып жегенди көпчүлүк унатады. Ал осы чегирткелерди адамдар өз колдары менен эгиздикте жүрүп аулайды. Ауланган чегирткелерди сууга жууп, лимон сыгындысында кайнатады. Сосын түрлүү соустар, ашчы дамдөөчтөр косуп, базарларда сатады. Олар сондай-ак кенелерди жана әлемдеги эң улуу өрмекчилердин бири болгон кара куртту да азыкка колдонады. Кытайлыктар жарты жолдо калып кетти, Адетте биз мексикалык адам жайлы ойлаганда, басындагы сомбреро мен, узун мурту менен жана колундагы гитарасы менен элестетебиз. Шын мәнинде мексикалыктар үнөмө сомбреро кийип жүрмөйдү. Бул күндүн астында эгиздикте жумуш жасайтын чаруалардын бас кийими. Жалпы сомбреро сөзү испан тилинен чыккан. Sombra, көлөңке дегенди билдиреді. Испандыктар Мексика жерлерин конустанган кезде өздөрү менен бирге улуттук бас кийимдерин алып келди. Сол калпактар убакыт өтө өзгөрүп, биз билетін өлчөмгө жетти. Себеби Мексикада күн ыстык және бас кийимдин өлчөмү үлкөн болганы жакшы. Халыктын кедей топтары камыстан жасалган сомбреро кийген. Ал бай дәүлөттүү адамдар жибек матадан жасатты. Бул Беколь ауылы. Мында сомбреро үчүн типти эскерткич тургузулган. Және осы ауылдың барлык тургундары калпак жасоо менен айналышады. Жергиликтүү тургундар калпактарды пальма жапырактарынан жасайды. Себеби пальма жапырагы оңайчылыкпен отка жанбайды, сууга батпайды және мүлдөм көгөрмөйдү. Сомбреро белгилүү бир ылгалдылык сакталатын үңгүрдө тигиледі. Эң арзан калпак 2 күндө, эң кымбаты 30 күндө жасалады. 1950 жылдардан бастап Мексикада экономикалык өрлөө басталды. Бүгүндө Мексика Латын Америкасында Бразилиядан кийинки экинчи эң үлкөн экономикага ээ. Мында мунай, газ және көмүр өндүрүлөдү. Олар машина және электроника жыйнайды. Ауыл чаруашылыгында какао, кофе, соя, макта және жемистер басым. Мексика әлемдегі ең ірі авокадо өндірушісі. 2022 жылы Мексика 2,5 миллиард доллар тұратын миллион тонна авокадоны экспорттады. Бұл тіпті мұнайдан келген табыстан асып түсті. Америкалықтарда Мексика экономикасына қыруар қаражат құюда. Мысалы Ford, General Motors және Chrysler автомобиль өндірушілерінің мұнда автомобиль құрастыру кәсіпорындары бар. Мексикада көптеген қауіпті қалалар мен аудандар бар. Жалпы Мексика адам урлоо кылмысы боюнча әлемде алдыңғы қатарда. Сыбайлас жемқорлық өркөндеп келеді. Бұл елде пара берүү аркылы кез келген мәселени шешүүгө болады. Елде кылмыстык топтарда жүргөн адамдардын саны 100 мыңга жетеді. 90 жылдары АКШ Кариб деңизи аркылы кокаин жеткизүүдү токтоткондон кийин Мексиканын солтүстүгүндө жаңа жол ачылды. Осы себептен де Мексиканын солтүстүк штаттары эсиртке тасмалдоо менен айналысатын эң кылмыстык аудандарга айналды. Мексикада картелдер күрөсөтүн аумактар әлі күнгө дейин бар. Мындай аудандарга адетте жергиликтүү тургундардан башка эч ким кирмейди. Бул Тистла, Мексикадагы эсиртке согусунун символу болуп табылатын кала. Каланы 3 кылмыстык топ бакылайды. Аудандар Лос Ардильос, Рос Рохос және де Сюр картелдери арасында бөлүнген. Жол четтеринде тааныс эмес көлүктөрдү токтотуп, тинтейтин адамдар турады. Көпүр астында аскер секилде кийинген сакчылар. Кала кедейликтен зардап чегетиндей. Бирок эсиртке сатып, байыган адамдар да жетерлик. Гимараттарга сүйүнүп турган бул жигиттер эсиртке сатады және көчөнү бакылап, келеңсиз жагдайлар жайлы бастыктарына жеткизип отурады. Бул калада полиция жок. Олар мында келмейди де. Келетин болсо жанжал туындайды. Бул каланын аты 43 студент із-түзсүз жоголуп кеткенден кийин бүкүл элемге таанымал болду. Осы калада окуйтун студенттер жергиликтүү акимдин саясатына каршы чыгып, көтөрүлүш уюмдастырууду көздөгөн. 2014 жылы 26 кыркүйөктө колледжден шыққан көтөрүлүшчү студенттер автобустарга отуруп, кала ортасына карай бет алды. Бирок жолда оларды карууланган жасак күтүп алып, ок жаудырды. Студенттер автобустан түсүп, тастар менен корганууга тырышты. Бирок тас окка каршы тура алсынбы? 44 студенттин 43-ы атылып, денелери із-түзсүз жоголду. Джисимар Фернандес сол кан төгүстө аман калган жалгыз студент. Колледж аумагында осы студенттердин сүрөттөрү алынген. Олар нагыз ер жүрөк, кахарман саналады. Және бул жигиттердин өлгөнүнө эч ким сенбейди. Себеби олардын денелери табылмады.
Жалпы бұл колледж аймағы қылмыстық топтарға бағынбайды және мұнда ешқандай картельдің сөзі өтпейді. Колледж басқармасы және оның оқушылары өз еркіндіктері үшін күресіп келеді. Біздің мәдениетімізде өлім өте қайғылы жағдай және одан барлығымыз қорқамыз. Дегенмен де өлімнен қашып құтылу мүмкін емес екенін түсінеміз. Осы орайда Мексикада жыл сайын өлілер күні, немесе El Día de Muertos деп аталатын мереке атап өтіледі. Бұл құбылыстың қайдан бастау алғанын түсіну үшін біз тарихқа жүгінуіміз қажет. Өлімге деген ерекше көзқарас Америкаға әлі бірде-бір еуропалық келмеген кезде пайда болған. Мұнда өмір өз бағытымен жүрді және өлім деген құбылыс басқаша қабылданды. Қазіргі Мексика аумағын мекендеген тайпалар өлімнен қорықпады. Өлген туыстармен әрдайым жақын болу үшін мәйіттерді өз үйлерінің маңында жерледі. 24 шілдеден 12 тамызға дейін атап өтілетін өлгендерге арналған мерекелер де көне кезден бастау алды. Бұл мерекеде әртүрлі ойындар және құрбандық шалу рәсімдері өткізілді. Себебі ацтектер құдайға әрдайым қан қажет деп сенді. Ацтектер тіпті өз еріктерімен денелерін кесіп, қанын құрбандыққа шалды. Олар жорғалайтын, ұшатын немесе қозғалатын тіршіліктің барлығын өлім құдайына құрбан етті. Тіпті адам жаны да кесілді. Көп жағдайда құрбандыққа тұтқынға түскен жаулары шалынды. Дегенмен ацтек тайпаларының арасында өздерін құрбандыққа ұсынатындар да жетерлік болған. Құрбандыққа кесілген адамдар үшін бұл үлкен құрмет. Өйткені діни қызметкердің пышағынан қайтыс болғандар бірден шығыс жұмаққа түсті. Шығыс жұмақ бұл шайқаста қайтыс болған жауынгерлердің және құдай үшін құрбан болған адамдардың жаны аттанатын жер. Месоамерикалық үндістер өмірді қалай сүргенің емес, қалай өлгенің маңызды деп санады. Шығыс жұмақ бұл күннің үйі. Онда келген адамдар әсем бақтарда өмір сүрді. Сондай-ақ батыс жұмағы болды. Батыс жұмағында босану барысында қайтыс болған әйелдер мекен етті. Бұл әйелдер Сиуа Пипильтин деп аталды. Сиуа Пипильтин әйелдерінің сипаттамасы қорқынышты. Бастары терісіз, ал қолдары мен аяқтарында ұзын тырнақтары бар. Адамның жаны кіре алатын тағы бір жер оңтүстік жұмақ. Оңтүстік жұмақты жаңбыр, найзағай және құнарлық құдайы Тылалық басқарды. Бұл жұмаққа найзағайдан қаза тапқандар, суға батқандар кіре алды. Тылалыққа құрбандық шалу үшін тірі жанды суға батырып өлтіру қажет. Оңтүстік жұмақ бұл мәңгілік көктен билік ететін, тамаққа тойуға, ән айтуға және көңіл көтеруге болатын орын. Байқағандарыңыздай мен айтып жатқан жерлердің барлығы жанға жайлы. Бірақ бұл аңызда тозақ тектес аймақта бар. Бұл Миктлан. Сіздер болжағандай бұл патшалық солтүстікте орналасқан. Патшалықты Миктлан Текутли және оның әйелі Миктлан Сиуатль басқарды. Миктланға түскен жандарды жақсы ештеңе күтпеді. Аштық, зерігу және үмітсіздік. Осы жандардың ауыртпалығын жеңілдету үшін өлгендер күні тойланды. Осы күні оларға тамақ, темекі және басқа да сыйлықтар әкелінді. Осы кезеңдерде Мексика аумағын мекен еткен үндістердің қатыгездігі таңғалдырады. Алдымен құрбандыққа шалынатын адамның терісі көк түске боялып, тас тақтаға жатқызылды. Содан кейін діни қызметкер келіп, сол адамның асқазанын пышақпен жарып, қолдарын жаңалдегі тірі адамның ішіне салып, жүрегін жұлып алды. Жүрегі арнайы тас ыдысқа салынды, ал бас сүйегі жұлынып, терісінен тазаланып, бас сүйектер мұнарасына орналастырылды. Еуропалықтар континентке келіп, үндістердің кімге және қалай ғибадат ететінін түсінген кезде өз көздеріне сене алмады. Олар үндіс құдайларын шайтан, ал өздерін каннибал және жабайы деп жариялады. Олардың арасында достық қарым-қатынас пайда болмағаны анық. Соғыс басталып, отарлаушы еуропалықтар жеңіске жетті. Алайда еуропалықтардың жеңісі ацтек мәдениетін жойған жоқ. Тек екі әлем қосылып, мүлдем ерекше дәстүрлер пайда болды. Енді өлілер күніне келетін болсақ, бұл мереке қалай пайда болды? Мексикада ацтектердің дәстүрі сақталды, ал Еуропадан келген католицизмнің оған деген қарым-қатынасы жағымсыз болды. Басқа дін өкілдері пұтқа табынушылардың мерекелерін жоюға тырысты. Бірақ олар бұл үрдісті тоқтата алмай, өздерінің қараша айында өтетін әулиелер күнімен біріктіруге шешім қабылдады. Осылайша уақыт өте ацтектердің көне дәстүрлері шіркеулік мерекелерімен бірігіп, өлілер күні мерекесі пайда болды. 1920 жылы Мексика билігі ұлттық дәстүрлерді көтермелеуге шешім қабылдады және өлілер күнін ресми мерекелер дәрежесіне көтерді. Әрине, баяғы замандағыдай ешкім адам жанын құрбандыққа шалмады. Дегенмен дәстүр бүкіл елде белең алып, бізге белгілі мерекеге айналды. 1 және 2 қарашада Мексикада өлгендер күні атап өтіледі. 1 қарашада қайтыс болған балалардың жаны жерге ораладымыз.
Бұл күнді періштелер күні деп атайды. Өлгендер күні үйде немесе көшеде атап өтіледі. Өлген балалардың жандары үшін арнайы құрбандық үстелдері дайындалады. Бірақ бұл үстелге енді адам жаны емес, балаларға тірі кезінде ұнаған тағамдары, сүйікті ойыншықтары, түрлі тәттілер мен суреті қойылады. Өйткені олар басқа әлемнен келеді. Сол үшін оларды мерекелік көңіл күймен қарсы алу керек. Өлгендер күніне арналған тәттілер де ерекше. Құрбандық үстеліндегі кәдімгі кәмпиттерден басқа, сіз қанттан жасалған бас сүйектерді де көре аласыз. Неліктен бас сүйек қанттан жасалады? Бұның өзі бір тарих. Кезінде Мексика қант өндірумен айналысты, және қанттың құны өте төмен болды. Сондықтан мексикалықтар неге қолымызда тұрған нәрседен осындай қызықты тәттілер жасамасқа деп шешті. Содан бері бұл дәстүрге айналды. Бас сүйек негізінен бейресми, былайша айтқанда халықтан шыққан мерекенің символы. Мұнда ол калавера деп аталады. Құрбандық үстеліне тәттілерден бөлек ағаштан жасалған белгілер қойылады. Мысалы, Искуинтле итінің бейнесі. Бұл ит екі әлемді бөліп тұрған өзеннен өлген адамдардың жанын өткізеді. Ал 2 қарашада қайтыс болған ересектердің мерекесі өтеді. Ересектер үшін енді басқа тәттілер қойылады. Мысалы, сыра, текила немесе шарап. Өйткені арғы дүниеден, алыс сапардан келген адамдардың жаны шөлдейді екен. Құрбандық үстеліне қойылған католиктік рәміздерге қарай отырып, екіден бір-бірімен араласып кеткенін байқауға болады. Өлген адам үшін туыстары үйлерінде төсек салып, мерекелік үстелде орын қалдырады, тамақ қояды. Ең жылы, жағымды сөздермен оны еске түсіреді, және оның қатысуымен күлкілі әңгімелер айтылады. Бәрі бас қосып, көңіл көтеріп, шарап ішеді. Бұл күні тамақтың көптігі де бекер емес. Өлгендер осы тамақтардың иісі арқылы үйлеріне жол табады екен. Мереке кезінде қала безендіріліп, алаулар жағылып, музыкалардың үні шығып, түрлі билер мен шерулер ұйымдастырылады. Шеруге қатысушылардың көпшілігі адам қаңқасы секілді киім киеді, беттеріне бас сүйек бейнесін салады. Осылайша олар өлген адамдарға көпшілікпен бірге көңіл көтеруге көмектесеміз деп сенеді. Себебі шеру барысында кімнің өлі, кімнің тірі екенін ешкім байқамауы керек. Бұл мейрамды кейбір адамдар нағыз кәсіпке айналдырған. Олар мерекелік киім киіп, ақша үшін билейді. Кейбір ата-аналар балаларын табыс табу үшін қолданады. Кішкентай бала үстіне өлімнің киімін киіп, өткен кеткендерге суретке түсуді ұсынып, ақша сұрайды. Өлілер күнінде көшеде арақ шарап тегін таратылады. Себебі өлім құдайы алкогольді жақсы көреді деп есептеледі. Тек шарап емес, мандарин, алма секілді жемістер де таратылады. Көшелерде түрлі мыстан кемпірлер, зомбилер, қорқынышты клоундар қаптап жүр. Тіпті сыра ашып, пара алатын шошқабасты полиция қызметкері де бар. Бұл күн адамдар өлімнің бетіне қарап күледі. Себебі одан қашып құтылуға болмайды. Сондықтан қорқудың да қажеті жоқ деп есептейді. Осындай көңіл көтерулер таңға дейін өтеді. Өлілер күнінде көптеген мексикалықтар үйлену тойларын өткізеді. Себебі бұл күні жігіт пен қыз өліп, әйел мен күйеу пайда болады деп сенеді. Түн ортасында мексикалықтар туысқандарының зияратына келіп, нағыз көңілді отырыстар ұйымдастырады. Қабірді гүлдермен және шамдармен безендіреді. Оларға тамақ, шарап қояды. Және түні бойы зияратта ән айтып, қайтыс болған адамды еске алады. Зиярат аумағында тіпті от жағылып, тамақтар пісіріледі. Жалпы бұл мейрамда түрлі дәстүрлер бар. Мексикада штатына байланысты өлілер күнін тойлау әртүрлі болуы мүмкін. Оахака қаласында қуыршақтармен, билермен және музыканттармен көше шеруі өткізіледі. Бұл дәстүр кальянада деп аталады. Мичоакан қаласында La Danza de los Tecuanes биі өтеді. Бұл жануарларды аулауды бейнелейтін ягуар биі. Және La Danza de los Viejitos, кішкентай қарттардың биі. Бұл би барысында қарт секілді балалар ортаға балдақпен келіп, бір сәтте жылдан билей бастайды. 2003 жылы ЮНЕСКО өлілер күнін рухани мұраның құндылығы деп жариялады. Ғаламтордың дамуына байланысты бұл мереке жайлы бүкіл әлем білді. Коко құпиясы атты мультфильм бұл мерекені бүкіл әлемдегі жастардың арасында танымал етті. Енді сіз бұл мультфильмді қайтадан көрсеңіз, басқаша әсер алатыныңызға сенімдімін. Байқағандарыңыздай Мексика халқы өздерінің дәстүрлерін сақтап қана қоймай, уақыт өткен сайын оны көбейтіп келеді. Мысалы, Мехикода өтетін Катрина шеруі 2015 жылы шыққан Джеймс Бондтың Спектр фильмінің арқасында пайда болды. Фильмде Джеймс Бонд ойдан шығарылған мексикалық Катрина карнавалына түседі. Жергілікті тұрғындар киноны көріп, неге шынымен де дәл осылай жасамасқа деп шешті. Бір жылдан кейін қалалық әкімшілік тура фильмдегідей Катрина карнавалын ұйымдастырды. Дегенмен мен үшін ең таңғаларлық дәстүр Кампеча штатында өтетін әдет құрып, адам қайтыс болған кезде мәйіттерді арнайы қабірге жатқызады. Ал бұл қабір 4 жылға жалға алынады. Егер сіздің туысыңыз семіз болса, онда 5 жылға алуға жетсіз.
4-5 жыл өткеннен кейін мәйіттің қалдықтарын қазып, сүйектерді щеткамен тазалап, қорапқа салып, әулеттің арнайы зиратына апарады. Сұмдық естіледі, иә? Бірақ таңдануға асықпаңыз. Бұл сүйектер енді жыл сайын өтетін өлілер күнінде қазылып, қайтадан тазаланады. Мәйіттің туысқаны сүйектерді жақсылап тазалағаннан соң, оны арнайы орамалға орап, мерекені бірге тойлауға үйге алып кетеді. Мереке аяқталғаннан кейін сүйектер қайтадан қорапқа салынып, зияратқа жайғастырылады. Егер мұның бәрі жасалмаса, мәйіттің рухы әулетке жамандық әкелуі мүмкін. Өлгендер күніне арналған мереке жайлы барлығы түсінікті болса, енді өлім құдайы Санта Муэрто жайлы сөз қозғайық. Мексикада өлімге тағзым ететін адамдардың саны жыл сайын артып келеді. Санта Муэрто, немесе қасиетті өлім, бұл өлімге табынатын адамдардың діни культі. Мексикада бастау алған. Бұл культ католицизм мен жергілікті тұрғындардың дәстүрлі дінінің араласуынан пайда болды. Өлілер күні де дәл осылай пайда болғаны естеріңізде шығар. Католиктер Санта Муэртоға сенетіндерді сатанистер деп санайды. Бірақ Санта Муэрто дінін ұстанатындар өздерін христиан деп атайды. Қасиетті өлім культі 20 ғасырдың ортасынан бастап атақты бола бастады. Адамдар Санта Муэртоға жақсы оймен табынбайды. Адамдар Санта Муэртоға бәсекелесін жою, есірткі саудасын арттыру, тұтқынға түсіп қалмау секілді армандарын сұрау үшін келеді. Қысқасын айтқанда, бұл нағыз мексикалық қылмыскерлердің діні. Бұл дінді ұстанатын қылмыскерлер тіпті денелеріне өлімнің суреттерін салады. Санта Муэрто барлық өтінішті қабылдайды, және сізден кінәні өтеуді және өкінуді сұрамайды. Қылмыскерлер үшін бұл ең керемет жол. Санта Муэрто қымбат сыйлықтар мен әдет-ғұрыптарға мұқтаж емес. Оған темекі, шарап, тіпті тәттілерді құрбандыққа шалсаңыз жеткілікті. Аңыз бойынша, алғашқы адамдар Құдайға келіп, өлім жіберуді сұраған. Себебі ол кездегі адамдар өлмейтін еді. Ал мәңгілік өмір оларға ауыртпалық әкелді. Құдай олардың өтінішін қабылдап, жер бетіне қыз бейнесіндегі өлімді жіберді. Алайда өлім адамдардың жанын алып қана қоймай, оларды қорғаумен де айналысты. Сенім бойынша Санта Муэрто ең алдымен түнде жұмыс істейтіндерді қорғайды. Түнгі уақытта өз өмірін қорғауға мұқтаж адамдарға қамқорлық жасайды. Ал түнде кімге қорғаныс керек? Әрине қылмыскерлерге, жүзікшелерге, наша сататын адамдарға. Негізінде одан кез келген адам көмек сұрай алады. Көмек көрсете отырып ол ештеңе талап етпейді. Өтініш берушіні күнәһар деп айыптамайды және тура жолға түсіп, жақсы адам болуды талап етпейді. Әркім өз қалауынша өмір сүре алады және өздерінің жандарының тазалығы үшін өздері ғана жауап береді. Санта Муэрто культі бастапқыда кедей ауылдарда кең тарады. Себебі өлім құдайына қымбат құрбандық қажет болмады. Уақыт өте келе Санта Муэрто заңсыз бизнес өкілдері арасында танымал болды. Бірте-бірте бұл бүкіл бір мемлекеттің дініне айналды. Әдетте Санта Муэрто кең шапан киген қаңқа ретінде бейнеленеді. Оның бір қолында таразы, ал екінші қолында жер шары тұрады. Бұл заттар Санта Муэртоның алдында барлығы тең екенін және ол бүкіл әлемге билік ететінін білдіреді. Санта Муэртоның киімінің түсі үлкен маңызға ие. Ақ киім тазалық пен кінәсіздікті білдіреді. Қызыл көйлек киген Санта Муэрто махаббат істеріне көмектесе алады. Жасыл түсті киінген өлім заң мәселелерін шешуге көмектеседі. Қаржылық қиындықтарды Санта Муэрто сары немесе алтын түсті киіммен ғана шеше алады. Егер қасиетті өлім көк немесе күлгін көйлекте болса, онда одан мистикалық салада көмек күту керек. Қара киімдегі Санта Муэрто күшті білдіреді. Құдайдың бұл бейнесінен сіз рухты көтеруге, қылмыстық мәселелерде көмектесуді сұрай аласыз. Дегенмен де осы жоғарыда айтылған барлық ақпаратты әрекетке нұсқаулық деп қабылдамаңыздар. Бұл жай ғана қызықты деректермен бөлісу. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге бұл деректер ұнады деген ойдамын. Егер расымен де ұнаған болса, лүпіл басып, пікір жазып, қолдау білдіріңіздер. Осылайша менің еңбегімнің зая кетпегенін түсінемін. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.